Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пончик рецептімен бөлісетін боламын. Бірақ видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді пончикті жасап бастаймыз. Қамырын жасап аламыз. Бұл үшін бізге жылы айран қажет. Жылы айранның үстіне қант саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де бір дана жұмыртқамызды салып, ертілген сарымайымызды саламыз. Одан кейін бізде құрғақ ашытқыны үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, електен өткізіп ұн саламыз. Електен өткізген ұн маңызды. Сол кезде пончиктеріміз көтеріліп піседі. Барлық ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Қамырымызды жақсылап жұмсақ қылып илейміз. Қамырымыз бізде жұмсақ болып иленді. Енді осындай салафанға салып, жылы жерге 1 сағат көлемінде тұру қажет. Сол кезде қамырымыз жақсы көтеріледі. Мінекей достар, біздің қамырымыз жақсы көтерілді, жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырларымызды жақсылап жаятын боламыз. Шамамен 5 мм қалыңдықта болатын қылып жаямыз. Осындай оқтаудың көмегімен жан-жағынан жайып шығамыз. 5 мм-дей болу қажет. Қамырларымызды жақсылап жайғастырып жайдық. Енді осындай арнайы форма бар. Осы формамен барлық қамырларды дөңгелек қылып кесіп шығамыз. Сіздерде бұндай форма жоқ болса, басқа заттарды пайдалансаңыздар болады. Мысалы, кесені, басқа дөңгелек тәрізді заттармен кесіп шығуға болады. Мінекей біздің дөңгелек тәрізді қамырларымыз шықты. Енді дөңгелек болған қамырларымыздың үстінен жауып 20 минутқа қоямыз. Енді қызып тұрған майға пончиктарымызды пісіріп аламыз. Барлық пончиктарымызды осылай майға қуырып аламыз. Екі жағында қуырамыз. Пончиктарымыздың түсі осындай сарғыш түсте болу керек. Мінекей достар, дөңгелек болып, әдемі болып пісті, жұмсақ болып шықты. Соңынан пончиктарымыздың ортасында қамырды осылай қуырып аламыз. Бұл бізде ши бауырсаққа ұқсап қалды, әдемі дөңгелек бауырсақ шықты. Енді шоколадты глазури дайындайтын боламыз. Шоколад пен сары майдың жай отта ертіп аламыз. Әрдайым үздіксіз араластырып тұруымыз қажет. Мінекей достар, біздің глазурымыз дайын болды. Осы шоколадты глазурымыздың үстінде пончиктарымызды батырып, осылай дәнектерді сеуіп шықтым. Және де үзгі шоңқымен әсемдедім. Сіздерде басқалай әсемдеуге болады. Әртүрлі заттармен әсемдеп шығуға болады. Мінекей достар, біздің пончиктарымыз дайын болды. Жұмсақ, тәтті болып шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.